Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге айраннан жасалатын өте жұмсақ әрі дәмді болатын бауырсақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сізден үлкен өтініш, сіздің 1-2 минуттық уақытыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін өтінішімді ұмытпаңыз. Үй температурасында жылып тұрған айранымызды алып, жақсылап араластырамыз. Естеріңізде болсын, айран жылы болу керек. Келесіде шекер, разылхетел тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ескерте кететін жағдай, бұған дрожж қосылмайды. Келесіде бір жұмыртқа қосамыз. Оны да қосып бір келіп араластырасыз. Қажетті заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Келесіде 2 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Оны да қосып жақсылап араластыратын боламыз. Келесіде 400 грамм ұнымызды біртіндеп қоса отырып, қамыр илеп шығатын боламыз. Достар, менің каналымда қолжетімді заттардан тұратын рецепттер бар, яғни салат түрлері бар, жасалу жолы өте оңай. Каналыма тіркеліп, соның бәрін көре кетіңіздер. Және де үй ішіңізге жасап өте дәмді дастархан әзірлеуіңізге болады. Осылай қамыр илеп аламыз, жақсылап. Жұмсақ болу керек, қолға жабысатындай. Қамырымыз қатты болса, ол кезде дұрыс көтерілмей қалады бауырсағымыз. Сол үшін жұмсақ етіп илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын. Жылы жерге 15 минутқа қоятын боламыз. Міне қамырымыз дайын. Бөліктерге бөліп, бауырсағымыздың көлемін келтіретін боламыз. Мен 2-ге бөлдім. Қалың емес, жұқа емес, орташа қалыңдықта қамырымызды жайып, бауырсағымызды жасайтын боламыз. Міне осылай жайып аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы етіп. Осылай кесіп, бауырсағымыздың формасын шығарамыз. Өте дәмді болады, достар, жасап көріңіздер. Және де әдемі көтеріледі. Қызып тұрған майда біртіндеп сала отырып пісіріп аламыз. Екі жағы көпте уақыт алмайды, 1,5-2 минутта бір беті піседі. Міне қарап тұрсаңыздар, бауырсақ көтеріліп келе жатыр. Міне бауырсағымыз пісті бір беті. Бұл бауырсақтың бір ерекшелігі, қонақ келгенде аяқ асты 20 минутта дайындай салатын бауырсақ қой. Сондықтан жасап көріңіз. Міне бауырсағымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Дрожжсыз өте оңай бауырсақ. Менің каналыма тіркеліп, жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Алла сізге разы болсын, сау болыңыз. Мен сізді парақшамда күтетін боламын. Пікір жаза кетіңіз.